Бүгінгі шығарылым әртүрлі функциялары бар, қымбат емес смарт сағаттар іздеген адамдарға арналады. Ол Hoco Watch Y3 және Hoco Watch Y4 модельдері. Бұл күнделікті қолдануға өте ыңғайлы стильді смарт сағаттар. Олардың қандай ерекшеліктері бар екенін бүгінгі шолуда біле аласыз. Ендеше бастайық. Екі сағатта да стандартты түрде, яғни сағаттың өзі, сағатта қолға тағуға арналған ремешок, сағатта зарядтағыш шнур және нұсқаулық қағазбен бірге жеткізіледі. Айта кететін нәрсе, сағатта қолға тағуға арналған ремешок силикон материалынан жасалған. Ол сонысымен қолға таққанда өте жағымды. Ал сағатта зарядтағыш шнур магниттік жүйеде жұмыс жасайды. Сағаттардың дизайны кәдімгі қарапайым классикалық стандартты түрде жасалған. Олардың бір-бірінен айырмашылығы туралы осы жерде айтып кетейік. Бірінші Y3 моделінен бастайық. Квадратты форма. Экран модулінің диагоналі 1,169 дюйм. Экран өлшемі 240-қа 285. Заман талабына сай экранда сенсорлы басқару жүйесі бар. Сенсордың сезу деңгейі айтарлықтай жақсы. Ал сағаттың салмағы бар болғаны 36,15 грамм. Ал Y4 моделінің дизайны кішкене басқаша. Нақтырақ айтатын болсақ, оның формасы дөңгелек. Экран модулінің диагоналі 1,128 дюйм. Экран өлшемі 240-қа 240. Бұл сағатта да экран сенсорлы жүйеде жұмыс жасайды. Салмағы 37,15 грамм. Айта кететін нәрсе, екі сағатта да судан және шаңнан сақтайтын IP68 қорғаныш жүйесі бар. Және екі сағаттың да оперативтік жады 256 килобайт, ал ішкі жады 128 мегабайтты құрайды. Екі модельде де 7 түрлі спорт режимі бар. Ал сезімтал PPG сенсорының арқасында жүрек қағысының деңгейін есептеуге болады. Пайдаланушылар сағат арқылы телефон камерасын және музыкалық ойнатқышты басқарылады. Ол үшін бар болғаны Bluetooth арқылы сағатты телефонға қосу керек. Тағы да айта кететін нәрсе, сағат арқылы сіз телефонға келген звоноктар мен сообщениелерді көре аласыз. Бірақ оған жауап беру мүмкіндігі жоқ. Себебі сағатқа микрофон және цифрлық клавиатура жүйелері қосылмаған. Айтпақшы, сағатты телефонға қоспас бұрын сізге Dafit программасы керек болады. Ол арқылы сіз қанша қадам жүргеніңізді, ұйқы режимін, жүрек қағысын және жүгіру кезінде уақытты көру секілді функцияларды басқара аласыз. Одан бөлек смарт сағаттың циферблатын өзгерту мүмкіндігі де бар. Айтпақшы, Hoco сағаттары 13 түрлі тілде жұмыс жасайды. Осымен біздің техникалық обзорымыз өз соңына жетті. Ал бізге осы сағаттарды ұсынған мобильный рай техникалық дүкеніне алғысымызды айтамыз. Егер сізге обзор ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып және қолдау ретінде каналға тіркеліп кетсеңіз болады. Келесі бөлімде көріскенше.